Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Ақжарқын, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай бау тоқып үйренеміз. Бұл баудың атауы айкорд деп аталады. Бұл баулар өте кеңінен тараған. Мен сіздерге мысал ретінде 3-4 фото қойып кетем. Өте әдемі декорларға қолданылады және основном бас киімдерге де тоқып жатады. Мысалы, осындай чепчиктердің бауына, киімдердің мойнына, жеңіне арнайы осындай шнурлармен тоқып сәндеп жатады. Егер сіздерге қызық болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұдан кейінгі шығып жатқан сабақтарды ең алғаш болып көретін боласыздар. Ендеше біз шнурымызды тоқуды бастайық. Бізге ең алдымен спица қажет болады. Осындай қысқа носки тоқитын спицаны қолданған өте бізге қолайлы. Және жіп керек болады. Жіп орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Ең алдымен бізге петля теру керек болады. И тағы да бір айта кететін жайт, сіздерге осындай жіңішкелікте керек болса 3 петля терсеңіздер болады. Сәл жуандау, қалыңдау керек десеңіздер 4 немесе 5 петляға дейін теруге болады. Мен сіздерге қазір 3 петляға теріп көрсететін боламын. Бастайық. Так, 1, 2, 3. Мен 3 петляға сіздерге теріп көрсетемін. Енді біз осы терген петлямызды соңына қарай жылжытамыз. И осы 3 петляны да біз оң тоқимыз. 1, 2, 3. Енді қайтадан осы петляларды спицаның соңына қарай жылжытамыз. И қайтадан оң петлялармен тоқимыз. Тағы да осы процесс бізде қайталана береді. Яғни бізге керекті ұзындыққа жеткенше тура осы процессті қайталай береміз. Осылай аяғына жылжытып, оң тоқып отырамыз. Міне уже бізде кішкене басы көрініп жатыр, қалай болатынын. Мінекей. Қай жағынан қарасаң да оң петлялар тұрады. Өте аккуратно шығады. Негізі бұл бауларды машинкамен тоқса да болады, және өзінің арнайы машинкалары да бар. Егер мен сіздерге фотосын тапсам, осы видеоға қойып кететін боламын. Негізі машинка болмаған жағдайда осылай қолымызбен тоқимыз. Егер машинкаларыңыз болса, әрине өте жылдам тоқылады. Міне. Осылай өздеріңізге керекті ұзындықта тоқи бересіздер. Міне, осындай ұзындықта мен біраз тоқыдым. Енді сіздерге қалай аяқтау жолын көрсетейін дедім. Өте ұзын тоқымаймын. Сіздерге тек қана түсінікті болу үшін осындай кішкене ұзындықта тоқыдым. Енді бұны аяқтау үшін обычно қалай біз петляларды бітіріп жабамыз, тура солай жасаймыз. Яғни біріншісін оң тоқимыз, келесісін оң тоқимыз және оның үстінен өткізе береміз. Осылай шнурымызды осылай аяқтаймыз. Үшіншісін тоқыдық и өткіземіз. Осылай тоқып, жібімізді кесіп алып тастаймыз да, бізде сонда шнур дайын болады. Мінекей. Өте әдемі болады, қараңыздар. Осымен сабағымыз бітті. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.